Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қонақ келгенде тез дайын болатын және өте дәмді қонақтарға бірден ұнайтын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдағы уақытта жаңа видеоларды көріп отыру үшін маған тіркеліп және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керек болады колбаса, сыр, помидор, чеснок және майонез. Және осындай күште керек. Ең алдымен колбасаны ұзынша етіп турап аламыз. Туралған колбасаларымызды бос ыдысымызға салып қоямыз. Келесі кезек помидорға, оны да солай ұзынша етіп турап аламыз. Чеснокты да майдалап турап аламыз, немесе езіп алсақ болады. Сырды үккіштен өткіземіз. Барлық заттарды турап болған соң, үстінен майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне, салатымыз дайын болды. Өте тойымды, дәмді, қонақтарыңызға бірден ұнайтын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, маған лайк басып, қолдау білдіріп кетіңдер.